Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сөйлейтін суреттер көп форматты басылымының кезекті 3-ші шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Басылымда картиналар кішірейтілген жайпақ баспалы және бедерлі графикалық нұсқаларында, сол суреттердің сипаттамалары мен интерпретациялары, сондай-ақ сурет авторларының өмір баяндары үлкейтілген қаріпте және брайль қарпінде беріліп отыр. Облыстық тарихи өлкетану музейінің бөлімі Сәкен Ғұмаров музей үйімен бірлесіп жүзеге асырылып жатқан көп форматты басылымның бұл шығарылымына авангард суретші, Қазақстан және КСРО суретшілер одағының мүшесі Сәкен Ғұмаровтың 1968 жылы салынған ерекше туындыларының бірі, өмірдің рухани мәнін бейнелейтін натюрморт картинасы еніп отыр. Сонымен қатар суретшінің қарындасы зейнеткер ұстаз Әлия Ғұмаровамен болған сүбелі сұхбатты да оқи аласыздар. Балалық шағы құмды өлкеде өткен суретшінің бала кезде салып бастаған суреттерінің өзі қызық. 6-7 жас шамасында бала Сәкеннің қамыс арасынан қабанның торайын ұстап әкелгені. Жастық шағында жаңа жылдық кеште ауыл халқы танымай дал болған ерекше кейіпкердің киімін тігіп, оны сомдауы. Мәскеудегі әйгілі ГИТИС оқу орнына оқуға тапсырған кезде оның өнеріне тәнті болған белгілі театр қайраткері Константин Станиславскийдің айтқан сөзі Сәкен Ғұмаровтың қаншалықты жан-жақты тұлға болғандығының дәлеліндей. Одан бөлек суретшінің өмірлік ұстанымдары, орындалмай кеткен арман мақсаттары хақында осы сұхбаттан оқып біле аласыздар. Әрі қарай елімізде шойын жолдың салынуы туралы әйгілі түрксіб суретін салған. Өзі де темір жол құрылысына қатысқан Қазақстанның көрнекті суретшісі Әбілхан Қастеевтің осы туындысын да кітапшамыздан тамашалап, қызықты мағлұматтар оқи аласыздар. Қазақстан суретшілер одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Қуандық Мәдірдің портреттегі әрбір деталі Қадыр ақынның образын ашатын Абыз атты туындысы да басылымымыздың осы шығарылымында ұсынылады. Картинадағы қалықтап ұшқан қыран, мүйіз бейнесі, жетірет оралған үзік баудың да өзіндік айтары бар. Суретші Қуандық Мәдір осы сынды шығармашылығы үшін ақын атындағы төсбелгімен де марапатталған. Сонымен қатар бұған дейінгі басылымымыздың шығарылымдарына театр, бүкіл әлемдік тартылыс күші секілді сурет туындылары енген. Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Нұрбек Жәрдемовтың елдің тыныштығы өскелең ұрпақтың бақытты балалық шағының кепілі екендігін бейнелейтін болашақ картинасы осы 3-ші шығарылымға еніп отыр. Ал суретші Қанат Оразовтың қазақ қызын табиғатпен үйлесімділікте бейнелеген мына бір толғанай картинасының да мәні ерекше. Картинаның толғанай деп аталуының өзіне 2 себеп бар дейді суретші. Толығырақ басылымды оқығанда білесіздер. Ал суретші Бауыржан Валиевтің қылқаламның ізі білінбейтін, өте жұқа салынған кешкі әңгіме картинасын шағын натюрморт дерсіз. Бірақ суретші интерпретацияда бұл картинасы арқылы қазақ отбасының жай күйін бейнелегенін жеткізеді. Графика стилінде салынған бұл суреттің авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Бекжан Жұмабаев. Бала үшін ананың орны қашанда биік. Суретші көз алдында қалған өз анасының бейнесін қағазға түсіру арқылы күллі қазақ әйелдерінің бейнесін сомдағандай. Суреттің сипаттамасында айтылатын егде тартқан адамның қолындағы қаруы, яғни ұршықтың болуынан ақ қазақ әйел аналарының еңбекқорлығын, жанұя мен бала қамын қашанда бірінші орынға қоятын мейірімділігін жеткізіп тұрса керек. Сондай мәні зор суреттің бірі жас, талантты суретші Жақсылық Нұрланұлының Көкпар картинасы. Серкеге таласқан ат үстіндегі 2 ойыншының тартысы жай ғана ойынның тартысты өтіп жатқанын бейнеленбесе керек. Тіпті картинаның оң жағында бейнеленген кезегін күтіп тұрған көк түсті киімдегі шабандоздың да өз айтары, өз мағынасы бар дейді суретші. Мінекей, осы сынды сурет туындыларының тереңіне үңіліп, егжей-тегжейлі білгіңіз келсе, кітапханамызға келіп, сөйлейтін суреттердің 3-ші шығарылымын қолыңызға алып оқып көріңіз. Сурет өнері насихаттауға арналған басылымды біз де сіздерге таныстыруға дайынбыз, қымбатты оқырмандар.